Assalamu alaikum қазақтар. Біз Түркиядағымыз. Алания. Ана. Не айтқым келеді? Көптеген қазақ жерде. Біз мына осы жерде жүрсеңіз, жүрмейсің, қай жердесің? Алакөлде ма не? Түркияда келді. Сұрап көрсең, мен просто ана ұялы телефонның бетін алдында давай түсіріп алайық, ыңғайсыз қазақтарды түсірмеймін. Бірақ көп, бірнеше бір 30-50% қазақтар ол Түркия емес сияқты. Не сияқты? Алакөл сияқты деп жүресің оны сүшеді. Қазақ көп, бала-шағамен келеді, қарапайым. Мұғалім болып жұмыс істейді, базарда жұмыс жасайды, Оралдан, Ақтөбе, Қызылорда, Шымкент, Алматы. Бәрі бүкіл Қазақстаннан жиналды ғой, жиналып жатырмыз біз. Қаракөз. Сұрап көрсем, мына өшер гидтерден сұрап көрсем, қазақтар мына ана гастарбайтер болып жұмыс істей ме өшерде? Жоқ дейді. Көрген жоқпыз дейді. Қазақтар. Бір кімдер үшін істейді? Қырғыздар мен ресейліктермен жұмыс жасайды. Қазақтар көрген жоқпыз. Сон бізде бәрі жаман, Қазақстанда кейбір айтып отыр ғой, жылап отыр. Бәрі жаман, жемқорлық, сыбайлас, жемқорлық, чиновник. Бәрі жаман деп. Ондай демеңіздер, қазақтар. Бәрі жақсы, бәрі шүкір. Аллаға шүкір. Алла бергенін бәрі қабылдау керек. Рахмет Аллаға айту керек. Бәрі шүкір, біз тыныш, соғыс жоқ Қазақстанда. Құдай сақтасын, соғыстан. Құдай береді, Алла береді. Рахметті жоқ халық, ол жазалау мүмкін. Сондықтан да сол барлықтарын Аллаға рахмет айтыңыз керек. Сол айтқым келеді. Сіз қалай қарайсыз? Әрине рұқсат бәрі. Бәрі жаман, жемқорлық, чиновник. Жақсы бәрі. Солай бүйтіп айту керек бізде, қазақтарға.